Көп қабатты тұрғын үйдің жер төлесі орталық кәріз суына толды. Салдарынан 9 қабатты үй құлаудың шақ алдында тұр. Қаламыздағы Нұрсат 3 мөлтек ауданының тұрғындары осылай деп дабыл қағуда. Айтуларынша нөмірі 49 үйдің жер төлесін су басқан. Орталық кәріз жүйесі іске қосылмаса баспанамыздан айырыламыз деп айғай салуда. Қала берді сасық иіске шыдап тұру мүмкін емес дейді тұрғындар. Біз дәл қазір Нұрсат шағын аудандағы нөмір 49 көп қабатты үйдің дәлізінде тұрмыз. Тұрғындардың айтуынша мұндағы орталық кәріз құбыры жарылыпты. Ал біз көз жеткізбекке дәл осы көп қабатты үйдің жертөлесіне кіріп көрдік. Мұнда шынымен де тұрғындар арызданатындай кәріз жарылып, жертөле суға толған. Шамамен мұндағы судың биіктігі 30-40 сантиметр. Ал жергілікті тұрғындар жауаптыларға қанша рет арызданғанымен еш нәтиже шықпады деп ашынып отыр. Ал бұл жағдай бір емес, бірнеше рет қайталаныпты. Біздің домды сіздерді шақырған себебіміз, мынау Маралдымнан аққан су бізге қазір кесірін тигізіп жатыр. Дом асадық береді нананша судан кейін. Неге ЖХК-ға айтыңыздар деді. ЖХК да басын алып қашып отыр. Біз бұндайға уже жауап бермейміз. Дом 5 жылдан ары қарай өтіп кетті дейді. Сол кезде біз бизнестарын істей берсін, мен бизнесіне ешқандай қарсылығым жоқ. Әркімнің өзінің несібесі ол, Алладан келген. Істей берсін. Просто мынау тұрғындарға кесірін тигізбесін. Вытяжкасы қанша уақыт болды? Мына екі вытяжка постоянно қосылмайды. Бұл қосылып тұрса, еш шықпау керек. Туалет, мен өзім 9-шы этажда тұрам. Менің өзімде, туалет пен ванна постоянно толып тұрады иіске. Значит, вентиляциясы қосылып тұрған жоқ. Общий вентиляцияға қосып қойған. Осылайша қолқаңды қабатын қолаңса иістен әбден мезі болдық деген тұрғындардың бармаған жері баспаған тауы қалмапты. Алайда ешбір жауапты мекемелердің тиісті жұмыстарды жүргізбегеніне наразы. Ал көп қабатты тұрғын үйге жапсарласа орналасқан тәттілер дайындайтын цехтың жұмысы жергілікті тұрғындарға кедергі келтіруде екен. Айтуларынша жеке кәсіп иесі орталық кәріз құбырын өз қажеттілігі үшін тескен көрінеді. Кейіннен ол жер жарамсыз болғандықтан қалып қойған. Соның салдарына үйіміздің жертөлесіне кәріз суы толып кетті дейді тұрғындар. Центральный канализацияны полностью бітеп тастаған. Это бір кухня. Мына жерде тағын бір Маралым деген тағын кухня бар. Олар подвалдан кухня ашқан кезде мынау канализацияны тескен. Сөйді біз айқайлап жүріп, оны алдыртқанбыз и басқа жерге общий канализация қосты. Бірақ ана тесікті бітемей кеткен. Мыналар общий канализацияны бітеген, су обраткаға кетіп, анау тесіктен подвалға толып қалған. Вот и вся проблема. Бізге вообще уже надоело мынау. Во-первых, мынау Айжамал бізге вытяжкаларын, мынау екі вытяжкасы тұр ғой, міне қараңыздар, вот түсіріңіздер, ана екі вытяжкасы тұр. Ол вытяжкаларын анда-санда қосады. А основной вытяжканы біздің шахтаға қосып қойған, вентиляционный шахтаға қосқан. Әр квартираның ішін көріңіз, әр квартирада Айжамал не пісіріп жатыр, бәрін білеміз, потому что бізге иісі келіп жатыр. Иісі келіп жатыр, майдың иісі келіп жатыр, ыстық келіп жатыр. Бұрын туалеттен келетін еді, қазір туалет, ванна екі жақтан келіп жатыр. Тұрғындардың айтуынша тәтті дайындайтын екі кіші кәсіпорын осыдан 1 жыл бұрын жұмысын бастапты. Содан бері айнала кәріз суының сасық иісімен мүңкіп тұр. Ал бұл жағдай соңғы 1 жылдың ішінде 3 рет қайталанған. Егер бұлай жалғаса берсе, жағдайымыз қиындап, онсыз да сапасы сын көтермейтін 9 қабатты тұрғын үйіміз құлап, үйіндінің астында қаламыз ба деп алаңдайды. Мынау қайта подвалға су кетіп жатыр. Почему? Потому что жаңа айттық қой, коммерческий структуралар кіріп алған, по нормам, по снипам еш нәрсе істемеген. Әйтеуір тәпілеп алғанда ана жерге жалғаған, оны суырып алды да басқа жерге жалғады. Суырып алған жері тесігі ашық қап қойды. Постоянно ана жер бітелсе, или насос істемей қалса, вода обратқа кетеді. Мына домдардың бәрінің канализациясы осы жерден. Су подвалға толып жатыр. Кеше мысалы крупная авария болды, я? Ол да мына коммерческий структураның кесірінен, потому что труба бітеліп қалды жирмен. Это цех. Енді бұл су деген бір суткі жатты мына су подвалда. Толып қалды. Мына екі подъездің астының бәрі суға толды. Енді ол су деген тесік табады. Ол астына кетеді. Бізде жердің бәрі жұмсақ. Ерте мына 9 этажды үй құлап қалмауына кім не береді? Гарантия береді. Кім гарантия береді? Или бұл социальный жилье болғасын жұрттарға бәрі бір ма? Кем бағалылар тұрады бұл жерде. Кем бағалылар тұрады. Не істейміз енді?
Аталған мәселе бойынша Айжамал деп аталатын кондитерлік цехтың басшысын әңгімеге тарттық. Өзін аталмыш кәсіпорынның басшысы ретінде таныстырған Бауыржан есімді азамат бұл жағдайдан бейхабар болып шықты. Ол аздай тұрғындарға қоқан-лоқы көрсетті. Біз саған айтқанда неге мына кісіге айтпайсың енді? Бұл маған не хабар бермейсің? Мен қазір естідім да. Айжамалға хабар беріп, мен шаршаймын, Кім ол Айжамал деген? осы кісінің қызы. Мен Видео жіберген. Сол сияқты кеше мына суда сіз мына 10 сомның бәрі келеді, навоздар келеді, не келеді? Исмақ мен істедім, ақшасын төледім. Енді не істеймін? Вытечкім біреу 3-4 күнде, 4 күнде. 4 күнде. Светті осы документально алып жатыр. Энергопотоктан келеді. Не как будто берді, тұрмайды сияқты да шақырып, шетелді шақыртыңыздар. Шетелді шақыртыңыздар. Сіздер қазір қандай документ алып жатсыздар? Сіздер просто андай жіңішке кабельдің орнына толстый кабель қойып жатсыздар. Это проблему не решить. Потому что общий домовойдың напряжениесі жетпей жатыр сіздер. Сіз білмейсіз, оны білмейсіз. Оның үшін біз бітеміз. Жаңа неме қазір не беріп жатыр ғой? Қолымыз қағаз береді ғой? Энергопоток. Техусловие береді ғой? Техусловие берген кезде бітеді. Мына Айжамал дейді. Мына сенің қағазың дейді береді. Олар сол қағаз кейін жауап береді. Мына білгіштер тұр ғой, мына білгіштер тұр ғой. Пресс-секретар тұр ғой. Олар енді жауап береді. Неге? Мен оған қатысым жоқ. Суға. Мына білгіштер. Суға. Водоканал жауап береді. Ақшасын төлеп жатырмыз. Түсінбедім, не айтып отырсыз? Қолын тапшы. Не айтып отырсыз? Сен айтып, білесің ғой сен. Білмейсің ба техусловие не екенін? Жоқ, сіз не деп отырсыз? Жоқ, шақырма. Не айтайын? Светке ма, Светке? А егер жаңағыдай вытечка болмаса, если сіз куда білейін? Мен сіз маған ананы істеп бер, мынаны істеп бер. Водоканал жауап берсін. Келгіш, телевизорға кел. Кел телевизорға келсең, айтсың. Ертеңше сыртынан сасытып жүрмей, бұл жерде айттым берді кел. Сасытып, анау мынау, анау дом тұрады да, не бар жерде? Не бар берді, анау дом тұрсаң, не бар? Бұл мақұл, ана кісі айтамын да. Осылайша осы мәселе бойынша жауапты мамандарға сұрау салдық. Мамандар тұрғындар көтерген мәселелерден хабардар болып шықты. Алайда 9 қабатты тұрғын үйдің жер төлесіне кәріз суының толуына жергілікті тұрғындардың өздері кінәлі деп қысқа қайырды. Өздеріңізді тәрбиелеңіздер ең бірінші. Кеше не себепті бұяққа су кетті? Сіздер оны білмейсіздер не себепті кеткен. Енді тыңлаңыздар. Мен бір ауыз айтып алайын. Мына домдардың бәрі келеді, ана жерде насос бар. Насосқа барып түседі. Ана насосты барып көрсетем ба сіздерге не болып жатқанын, ішінде қандай мұсыр барын бәрін көрсетем. Бірінші өздеріңіз тәрбиелеңіздер, унитаздан, үйдің ішінен ешқандай тряпка, мусор тастамасаңыздар. Ана насос істейді. Иә, ана насос істейді. Оның ішінде барлық нәрсе бар. Адамнан басқа бәрі бар. Кеше сол себепті мусордың бәрі насостың астына бітелген. Насос толғаннан кейін тоқтаған. Сол себепті бұл подвалдың астына сол себепті су кеткен. Бірінші өздеріңізді турлаңыздар. Ең бірінші өздеріңізді турлаңыздар. Егер де насос істесе, бұл подвалға су кетпейді еш уақытта. Осылай деген жауапты мамандар осындай олқылықтардың орнын толтырып, алдағы уақытта орталық кәріз құбырының тесілген орнын қайта қалпына келтіреміз деп сендірді. Бауыржан Ибрагимов, Олжас Нубидинов, Райымбек Жарылқап, Әділет ақпарат.